Халық арасында Нұрсұлтан Назарбаевты қалмақ деп атап жүргені белгілі. Бірақ не себепті екенін осы видеомызда анықтап көреміз. Жақсылық Сәбитов есімді тарихшы бір сұхбаттарында бұның сырын ашуға тырысқан. Оның сөзінше, біріншіден, атам заманнан қазақ қас дұшпанын, жауды қалмақ деп атаған. Алғашында бұл мұсылман еместерге қатысты болса, кейінірек бұл жоңғарларға да айтыла бастапты, дейді Сәбитов. Дәл осы секілді кейбір президенттердің қалмақ деп айыптауды Қырғызстаннан да көре алады екенбіз. Екіншіден, осы секілді ұғымдармен ойланатын адамдар Қазақстанға тек қазақ емес адам ғана осылай жасай алады. Сол үшін ол қалмақ дейтін көрінеді. Ең бастысы, үшіншіден, Назарбаевтың анасы Дулат тайпасының бес қалмақ руынан тараған екен. Ғалымның ойынша, осы нәрсе басқа әңгімелердің жазылуына түрткі болған. Сәбитовтың сөзінше, бұл бес қалмақ дулаттар негізінен қарапайым дулаттар. Олардан генетикалық ақпарат алынған екен. Олар қалмақтан әйел алған бір дулат батырының ұрпақтары көрінеді. Одан бес ұл туған екен. Сонымен рулары бес қалмақ аталып кетіпті. Сәбитов бәрі осыдан басталды деп санайды.